Сәлем, құрметті оқырман, сіздермен бірге Ержан Самал, терапевт. Бүгін біз пневмония туралы айтатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Пневмония дегеніміз, бірінші анықтама беріп алайық. Бұл өкпенің қабынуы. Яғни өкпедегі альвеолалар, сол альвеолалардың қабыну салдарынан альвеоланың іші сұйық ісінеді, одан ол сұйықтыққа толады, қақырық жиналады. Осылай қабынуын біз пневмония деп айтамыз. Пневмонияның негізгі қоздырғыштары бактериялар, көбіне пневмококтар болады, немесе вирустар және де саңырауқұлақтар. Осы негізгі қоздырғыштары болып табылады. Ал енді бұл қоздырғыштар қалай әсер етеді? Сырттан қоздырғыш түскен кезде бізде егерде иммунитетіміз төмен болған жағдайда, яғни өкпенің қорғаныстық қызметі төмендеген жағдайда, біз сырттан түскен қоздырғыштарға, бактерияларға, вирустардан қорғана алмағандықтан бізде өкпеде пневмония дамиды. Немесе бізде сол бұл тірі организм ғой, бактерия, вирус деген сияқты. Солардың да мысалы қолайлы өмір сүру ортасы болады. Біз сол тірі организмдерге қолайлы өмір сүру ортасын дайындап берген жағдайда, яғни біз өкпемізде су өткізген жағдайда, немесе қыстың күні жеңіл киінген жағдайда, солай оларға өмір сүруіне қолайлы жағдай жасап берген жағдайда, бұлар бізде көбейеді, дамиды, яғни біз өкпенің қабынуына алып келеді. Осылай бізде пневмония дамиды. Пневмонияның негізгі көріністерін айтатын болсақ, бұл жерде температураның көтерілуі, бұл қараңыздар, бронхит те бар, пневмония да бар. Енді бұлардың ең негізгі бір айырмашылығы осы температурасында. Пневмонияда температура 1-38-39 сияқты көтеріліп кетеді. Бірден солай көтеріледі. Ал бронхитте олай көтерілмеуі мүмкін. Сондықтан пневмонияда температураның көтерілуі, екінші әлсіздік, яғни интоксикациялық бізде белгілері, әлсіздік, шаршағыштық деген сияқты, бас ауруы деген сияқты белгілері, сосын кеуде тұсындағы ауыру сезімі және де қақырықты жөтелдер. Не себепті қақырықты жөтел десек, өйткені бізде альвеоламызда сұйықтыққа толы. Ол сұйықтық, яғни қақырықтарға толы, сол себепті бізде қақырықты жөтелдердің пайда болуы. Бұл пневмонияның негізгі белгілері. Пневмония деген кезде біз аурухана ішілік және ауруханадан тыс деп екіге бөлеміз. Аурухана ішілік дегеніміз, сіз яғни ауруханада жүрген кезде сол жердегі өзінің флорасы болады аурухананың, яғни өзінің ол жерде микрофлорасы болады, сол жерден сіздің пневмонияны жұқтырып алуыңыз, бұны біз аурухана ішілік деп айтамыз. Ал аурухана сыртылық дегеніміз, сіз сыртта жүрген кезде пневмонияны жұқтырып алуыңыз. Ол яғни көшеде жүргенде, сыртта жүргенде сияқты, бұл ауруханадан тыс пневмония деп айтады. Енді біз пневмонияны қалай анықтаймыз? Бірінші, оның сол белгілеріне қарап, екінші, біз өкпені тыңдаған кезде ол жерде көпіршікті сырылдарды естиміз. Және көпіршікті сырылдардан кейін ең негізгі бізге диагноз қоюға көмектесетін ол бізде рентген. Яғни біз осылай рентген арқылы пневмонияны анық қоя аламыз. Егер де сіз дәрігерге бірінші күні бардыңыз, осылай менде әлсіздік десеңіз, дәрігер сізге бірден пневмония қойып бере алмайды. Тек қана сізде жөтел пайда болғаннан кейін және де рентгендік көріністерге қарап, сіздің анализдеріңізге қарап қана сізге пневмония қоя алады. Пневмония кезінде анализде бізде болады лейкоциттердің жоғарылауы, СОЕ-нің жоғарылауы, нейтрофильдердің жоғарылауы сияқты көріністері болады. Ал еміне келетін болсақ, пневмонияны үй жағдайында ең бірінші көп жылы сұйықтық ішу керек. Сұйықтық көп ішкен кезде адам организміндегі токсиндерді шығарады. Солай біз интоксикациялық синдромды басамыз. Науқасқа көп ары-бері қозғауға болмайды, мүмкін болса постельный режим сақтау керек. Екіншіден, егер де сізде температура жоғары болса, сіз ең бірінші температураны түсіруіңіз керек. 38-ден жоғары болса, яғни парацетамол қабылдауыңыз керек. Сосын дәрігерге хабарласасыз, дәрігерге барасыз, дәрігердің тағайындауымен антибиотик немесе вирусқа қарсы препарат сияқты сондай негізгі қоздырғышына анықтау арқылы солай ем қабылдайсыз. Мысалы, енді сізге дәрігер анықтап береді ғой, сізге қандай қоздырғыш екендігін. Сіз оны өзіңіз анықтай алмайсыз. Оны қақырықты тапсыру арқылы, солай анализдер арқылы
негізгі сізде пневмонияның қоздырғышы не екенін анықтайды, содан сізге ем тағайындайды. Үй жағдайында өзіңіз біліп, ана антибиотик, мына антибиотик деп ала беруге болмайды. Ол пневмонияны қоздырған қоздырғыштың сол антибиотикке деген төзімділігін арттырады. Яғни кейін сізге ол дәрі көмектеспей қалуы мүмкін. Ол қоздырғыш ол антибиотиктен былай айтқанда қорықпауы мүмкін да. Сондықтан өздеріңіз біліп ем қабылдамаңыздар. Ауырмаңыздар, мықты болыңыздар, сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге терапевт.